Қайырлы күн, менің әлеуметтік желідегі достарым, менің қолдаушыларым. Бүгінгі менің сіздердің назарларыңызға ұсынғалы отырған тағамым ол қызылшадан рулет. Соңғы кездері ет, балық топтамаларымен қатар көкөністерден жасалатын рулеттердің де небір әдістері көп. Мен де осы өзімнің әдісіммен сіздермен бөліскенді жөн көрдім. Ол үшін маған 400 грамдай қызылша керек. Қызылшаны мен жақсылап жуып дайындап алдым және үккіштің уақ көзінен өткізіп алдым. Және маған қажетті заттар олар дәмдеуіштер әртүрлі, тұз, бұрыш, чеснок сияқты және 50 грамдай өсімдік майы қажет болады. Менің дәмдеуіштер қосып атқан жерім видеоға қосылмай қалыпты. Сондықтан да алдын ала сіздерден кешірім өтінем. Міне 3 жұмыртқаны алып, мен оны ақуызы мен сарысын екеуін ажыратып жатырмын. Жұмыртқаның сарысын қызылшаға қосып, ағын бөлек алып жатырмын. Оның ақуызы әлі бізге қажет болады. Енді міне жақсылап тұрып жұмыртқа мен қызылшаны араластырып аламыз. Осы кезде дәмдеуіштерді және 50 грамдай сұйық майды қосып жіберсеңіз дұрыс болар. Жақсылап араласқан қызылшаға 40 грамдай ұн және 40 грамдай крахмал қажет болады. Оны мен бөлек-бөлек салып араластырып алам. Мендегі бүгінгі крахмал ол кукурузный крахмал. Көбіне осы кукурузный крахмалды пайдаланғанды жақсы көрем. Міне осылайша бөлек-бөлек араластырып аламыз. Міне жұмыртқаның ақуызын миксерлейміз. Ең бірінші азғантай оборотта бастап жайлап күшейтіп, жұмыртқаның ақуызы әбден бір келкі массы болып ағарғанға дейін миксерлеп аламыз. Міне осындай бір келкі масса шықты. Енді бұл массаны біз жаңағы әзір тұрған қызылшаға 2-ге 3-ке бөліп араластырып аламыз. Жақсылап тұрып, астынан үстіне қарата көп мыжғыламай араластырсақ жақсы болады. Менің алған ыдысым кішкене таршылық етуде, кішкене үлкендеу ыдыс алсаңыз жақсы болады. Құрметті менің қолдаушыларым, әлеуметтік желідегі достарым, егер менің видеом ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар дегім келеді. Менің арнамда әлі түрлі тағамдары, қазақтың ұлттық тағамдары, менің осы кезге дейін жинаған тамақ пісірудегі өзімнің тәжірибеммен бөлісіп отырам. Сондықтан да менің видеоларымды жіберіп алмаңыздар дегім келеді. Міне осылайша жақсылап тұрып араластырып аламыз.
Енді газдың духовканың противеніне қағазымызды жайып, қауіпсіздік үшін үстін өсімдік майымен майлап алғанымыз дұрыс болады. Бұл қызылша рулеті өте жұп-жұқа, орауға сондай икемді болып піседі, ешқандай қиындық туғызбайды. Бір рет пісіріп көрсеңіздер, одан кейін пісіре бергілеріңіз келеді. Міне осылайша әзір тұрған массаны бір келке етіп, тегістеп, жақсылап жайып аламыз. Духовканы алдын ала қыздырамыз. Мен 180 градуста 15 минуттай пісіріп алам. Әркім өзі әрқалайынша пісіріп алуларына болады. Менің әдісім осындай 180 градуста 15 минутқа қалдырам. Өте жақсы болып піседі. Енді оған дейін біз оның ішіне салатын салмаларын әзірлеп алайық. Әртүрлі көкшөптерді пайдаланса болады. Мендегі бүгінгі петрушка екен, менің үйдегі бар көкшөптерім. Осылай уақтап творожный массаға салып араластырып аламыз. Мен 300 граммдай творожный масса алдым. Енді арасына әртүрлі балықтар салуға болады. Өзіңіздің қалауыңызша басқа да заттар салуға болады. Менің үйдегі бар балық осындай екен. Сондықтан оны мен жұқалап, турап жатырмын. Орауға ыңғайлы болу үшін онша қалың емес, жұқалап турап алдым. Міне менің қызылшам уже пісті, қағазы оп-оңай алынды. Мен алдын ала пищевая пленка төсеп қойғам столының үстіне. Енді жаңағы творожный массаны жағамыз тегістеп. Міне мен жағып болдым. Енді жаңа турап қойған балығымды осылайша екі қатар етіп салдым. Енді жаңа астына төсеген пленканың көмегіменен жайлап орап дөңгелетіп аламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, жұп-жұқа болып піскен екен, жұмсақ болып. Осылай дөңгелентіп орап аламыз. Және тоңазытқышта 2 сағатқа қойсақ, дастарханға қоюға әзір болады. Міне менің қызылшам осылайша болып пісті. Оны көкшөптермен, жапырақтармен өзіңізше әрлеуіңізге болады. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды, және менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Көргендеріңіз үшін көп рахмет.